Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы туылған. Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш президенті. Туып өскен жері Алматы облысының Қарасай ауданында қарасты Шамалған ауылы. Техникалық училищесін 1960 жылы оқыған. Қарағанды металлургия комбинаты қарасты жоғары техникалық оқу орнын 1967 жылы бітірген. Кеңес одағы коммунистік партиясы орталық комитетіне қарасты жоғары партия мектебі 1976 жылы бітірген. Экономика ғылымның докторы, академик. Еңбек жолын 1960 жылы Теміртау қаласындағы Қарағанды металлургия комбинатында қатардағы жұмысшы болып бастаған. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1991 жылдың 1 желтоқсанында бірінші бүкілхалықтық сайлауда сайланған Қазақстанның тұңғыш президенті және елбасы. Назарбаевтың тұлғасы ел өміріндегі тұтас дәуірді белгілейді. Ұлттық рухты оятып, мемлекетіміздегі жаңғырту миссиясы қазіргі жаһандық саясат сардарларының бірі. Нұрсұлтан Назарбаевтың еншісіне тиді. Оның тұғырлы тұлғасы ғасырлар бойы бақытты ұрпағымыз үшін темір қазықтай жол сілтеп тұрады.